Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздерге түйіндестіру жайлы айтатын боламыз. Және бұл сабақтың негізгі мақсаты геометриялық тұрғызуларды және түйіндестірулерді тұрғызу техникалық құжаттарында кездесетін өлшемдерді түсіру ережесін үйрету болып табылады. Және осы түйіндестіруге негіз анықтамасын берейік. Және түйіндестіру дегеніміз бір сызықтың келесі сызыққа иіле ауысу болып табылады. Сызбаны орындағанда екі жағдайдағы негізделген түйіндестірулерді тұрғыза білуіміз қажет. Және осы түйіндестіру негізінен үшке бөлінеді. Түйіндестіруді іштей, сырттай және аралас деп үшке бөліп қарастырамыз. Түйіндестірулердің центрлік нүктесін табу үшін мына формулаларды пайдаланамыз. Яғни мұнда көріп отқан түйіндестіру ол сырттай түйіндестіру табылады. Және мұның формулалары r-r1, r-r2. Енді бұл сырттай түйіндестіруді қалай табамыз? Ол үшін мұнда берілген бірінші шеңбер және екінші шеңбер беріледі. Осылардың радиустарын және түйіндестіру радиусын пайдалану арқылы табамыз. Осы мұнда бірінші шеңбердің центрі арқылы және осы мұнда түйіндестіру радиусынан шеңбердің радиусын азайту арқылы көмекші сызық жүргіземіз. Және екінші жағдайда да солай, үлкен шеңбердің радиусын түйіндестіру радиусынан азайту арқылы екінші көмекші сызық жүргіземіз. Және осылардың қиылысу нүктесі арқылы r өлшемдегі түйіндестіру радиусын жүргіземіз. Яғни оны s-тен s1-ге қосамыз. Осы кезде сырттай түйіндестіру пайда болады. Және одан кейінгі ол үштей түйіндестірулер болып табылады. Ол үшін біз r плюс r1, r плюс r2 формулаларын қолданамыз. Және мұны қалай табамыз? Ол үшін бірінші берілген шеңбердің радиусына түйіндестіру радиусын қосамыз. Яғни мұнда көріп отқандарыңыздай r плюс r1. Осы арқылы көмекші сызық жүргіземіз. Екінші жағдайда да солай, үлкен шеңбердің радиусы r2, яғни осыған түйіндестіру радиусын қосамыз. Және осы үлкен шеңбердің центрі арқылы осы r плюс r2 өлшемде көмекші сызық жүргіземіз. Осы екі көмекші сызықтардың қиылысу нүктесі түйіндестіру центрі болып табылады. Және осы арқылы r-ді s-тен s1-ге қосамыз. Яғни екі шеңберлердің қырлары қосылады. Осы кезде іштей түйіндестіру пайда болады. Және мұнан басқа аралас түйіндестіру түрлері бар. Ол үшін біз r плюс r1, r минус r2 немесе керісінше болуы да мүмкін, осындай формулаларды қолданамыз. Ол үшін мұнда үлкен шеңбер көріп отқандарыңыздай, соның центрі арқылы r1 плюс r2, яғни түйіндестіру радиусын қосамыз. Осы өлшемде көмекші сызық жүргіземіз. Екінші шеңбердің да солай центрінен r-ден r2-ні азайту арқылы тағы бір көмекші сызық жүргіземіз. Және осы екі көмекші сызықтардың қиылысу нүктесі ол түйіндестіру центрі болып табылады. Және осы арқылы r өлшемде s-тен s1-ге қосамыз. Сол кезде аралас түйіндестіру пайда болады. Және мұнан басқа да тағы бұрыштарға байланысты түйіндестірулер бар. Олар детальдардың бұрышына байланысты аталады. Мысалы, мұнда бірінші көріп отқан деталь, яғни ол сүйір бұрышты болғандықтан, мұндағы түйіндестіру сүйір түйіндестіру деп аталады. Оны қалай табамыз? Яғни ол үшін мұнда берілген детальдің екі қыры көрініп тұр мұнда. Соларды пайдаланамыз. Осы қырлары арқылы r өлшемде параллель көмекші сызық жүргіземіз. Екінші қырына да солай r өлшемде параллель көмекші сызық жүргіземіз. Осы екі көмекші сызықтың қиылысу нүктесі бұл яғни түйіндестіру центрі болып табылады. Осы арқылы мұнда көріп отқан n-ді n1-ге қосамыз. Сол кезде сүйір түйіндестіру пайда болады. Және мұнан кейін доғал түйіндестіру бар. Бұл сүйір түйіндестіруден ерекшеленбейді. Мұнда тек оның бір ғана ерекшелігі бар. Оның мұнда бұрышының доғалдылығы болып табылады. Ол үшін жаңағы бастапқы формуланы қайттан қолданамыз. Мұнда мына бірінші қыр арқылы
r өлшемде көмек сызық жүргіземіз. Екіншісінде де солай параллель көмек сызық жүргіземіз r өлшемде. Сол екі көмек сызықтың қиылысу нүктесі арқылы r-ді қосамыз n-нен n1-ге қарай. Сол кезде доғал түйіндестіру пайда болады. Және бұдан бөлек тік бұрыштық түйіндестіру бар. Бұл жаңа екі түйіндестіруге қарағанда ерекше болып келеді. Мұнда ол осы детальдің тік бұрыштығына байланысты аталған. Яғни осы детальдің бір бұрышы міне көріп отқан А нүктесі. Осы арқылы біз жаңағы түйіндестіру радиусын жүргіземіз. Осы кезде екі нүкте анықталады, n және n1. Осы n арқылы тағы да r өлшемде, яғни ол түйіндестіру радиусы болады, көмек сызық жүргіземіз. Сосын екінші n арқылы да солай r өлшемде көмек сызық жүргіземіз. Осы екі көмек сызық O нүктесінде қиылысады, міне көріп отқандарыңыздай. Және осы арқылы тағы да n-нен n1-ге түйіндестіру радиусын қосамыз r өлшемдегі. Сол кезде тік бұрыштық түйіндестіру пайда болады. Және осы бастапқы айтып өткен түйіндестірулеріміздің бәріне нақты мысал келтіре кетейік. Мұнда көріп отқан детальдарыңызда бірнеше түйіндестіру түрлері кездеседі. Яғни мұнда іштей, сырттай және мұнда түйіндестірулер бар, міне тағы бірнеше. Мұнда іштей түйіндестіруді табу үшін берілген R30 түйіндестіру радиусы көрініп тұр. Және осыған екінші шеңбердің радиусы 27. Осыны қосу арқылы осы шеңбердің центрінен 57 мм өлшемде көмек сызық жүргіземіз. Екіншісінде дәл солай, мұнда да 27, міне көріп отқан радиусы. Себебі бірдей шеңберлер мұнда. Осы шеңбердің центрі арқылы тағы да 57 мм өлшемдегі көмек сызық жүргіземіз. Осы екі көмекші сызықтардың қиылысу нүктесі түйіндестіру центрі болып табылады. Және осы түйіндестіру центрі арқылы R30 өлшемде екі шеңберлердің қырын қосамыз. Сол кезде бізде іштей түйіндестіру пайда болады. Және мұнда тағы бір сырттай түйіндестіру бар, міне. Оны қалай табамыз? Ол үшін біз мұнда берілген 83 радиусы 83 мм деп тұр. Осыдан жаңағы әдістерді қайттан қолданамыз, міне. Мұнда тек азайтамыз ерекшелігі. Яғни 83-тен 27-ні алу арқылы мұнда тағы да бір көмек сызық жүргіземіз. Шеңбердің центрі арқылы мұндан бір көмек сызық жүргіземіз. Яғни ол 65 мм өлшемде болады. Екінші шеңбердің центрі арқылы тағы да 65 мм өлшемде жүргізген кезде екеуі қиылысады бір нүктеде. Сол қиылысу нүктесі арқылы ол түйіндестіру центрі сырттай түйіндестіру жүргіземіз. Яғни ол 83 мм. Осы екі шеңбердің қырын қосқан кезде сырттай түйіндестіру пайда болады. Және тағы да бір түйіндестіру мұнда 10 мм мұнда көріп отырсыз. Оны қалай табамыз? Ол үшін жаңағы бастапқы 83-тің центрі мұнда тауып алдық. Сол арқылы тек мұнда 10-ды қосамыз. Сол кезде 93 болады. Және осы центр арқылы көмек сызық жүргіземіз мұнда 93 мм өлшемде. Сосын екінші мұнда 27 тұр. Осы шеңбердің радиусы 27. Соған 10-ды қосамыз. Сол кезде 37 мм болады. Және осы шеңбердің центрі арқылы 37 мм өлшемде көмек сызық жүргіземіз. Екеуінің қиылысу нүктесі арқылы мұнда түйіндестіру радиусы 10 деп тұр. Осы 10 мм өлшемде екі шеңберді қырларын қосқан кезде тағы бір түйіндестіру пайда болады. Мұнда екінші міне 10 мм-де түйіндестіру көрсетіліп тұр, міне радиусы 10 мм. Оны да дәл сол әдіспен табамыз. Яғни мына шеңбердің центрі арқылы 37 мм жүргіземіз көмек сызық. Сосын мұнда екінші жаңағы 83 радиусы центрін тауып алдық. Сол арқылы тағы да мына 10-ды қосқан кезде 93 мм өлшемде көмек сызық жүргіземіз. Екеуінің қиылысу нүктесі арқылы радиусы 10 мм болатын екі шеңберлердің қырларын қосамыз. Сол кезде тағы бір түйіндестіру пайда болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.